Саламатсыздар ма 6 сынып оқушылары? Біз ТЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз 90-дық. Бұл жерде ТЖБ 5 тапсырма берілген. Соның біріншісі орта ғасырлық сәулет өнері ескерткіштерінің ерекшеліктерін я жоқ деген кестеде көрсетуіміз керек. Бұл жерде бізге 7 сұрақ берілген. Сол 7 сұрақтың я немесе жоқ деп жауаптарын белгілеуіміз керек. Бірінші, 1906 жылы Қарахан кесенесінің құлаған бөлігін қайта тұрғызуды Сайт Баханов қаржыландырды. Бұл я жауабы. Келесі, Қарахан кесенесі қазіргі Ташкент қаласының батыс шетінде орналасқан. Бұл я дұрыс жауабы. Білесіздер, барлықтарыңыз Тараз қаласының батыс бөлігінде осы Қарахан кесенесі орналасқан. Үшінші, Жезқазған қаласынан 40 шақырымдай жерде Кеңгір өзенінің жағасында Қарахан кесенесі орналасқан. Бұл бізде жоқ деген жауап. Бұл қате. Төртінші, Бабаджа хатын кесенесінің ерекше текше тәрізді тік бұрышты қызыл кірпіштен тұрғызылған ескерткіштің ауданы 6,8, биіктігі 5 метрден астам. Қабырғаларына қалаған кірпіштердің көлемі 24-5 см. Қасбетімен екі қапталы бір-біріне ұқсас. Мәнерлеп қаланған кірпіштен күн тәрізді өрнектер жасалған. Бұл бізде кірпіштері, яғни осы айтылған форма бойынша жасалынған екен. Келесі, Бабаджа хатын кесенесі Тараз қаласынан 18 км қашықтықта Айша бибі кесенесінің маңында орналасқан еді. Бұл бізде жауабы. Алтыншы, Айша бибі кесенесі құрылысы 1953 жылы Қазақстан ғылым академиясы зерттеген. Бұл бізде жауабы. Келесі, жетінші, Айша бибі кесенесіндегі бағаналарға парсы әрпінде жазуы бар белдеу жүргізілген. Бұл бізде жоқ жауабы екен. Міне оқушылар, бірінші тапсырма бойынша осылай жауаптарды белгілесеңіздер болады. Келесі, бізде төмендегі берілген ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыз дейді. Бұл жерде бізге кесте берілген. Бұл кестеде Ұлы Жібек жолы туралы ақпараттар берілген. Соның не ақиқат не жалған екенін көрсетуіміз керек. Бірінші, Жібек жолы терминін неміс географы Фердинанд Рихтофе 1877 жылы енгізген. Бұл бізде ақиқат. Келесі, қытайлық саяхатшы Чжан Цянның батысқа саяхат нәтижесінде Ұлы Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда ашылды. Бұл ақиқат, барлықтарыңыз білесіздер. Үшінші, Ұлы Жібек жолының негізгі жолдары Сирия, Иран, Орта Азия, оңтүстік Қазақстан, Талас даласы, Шу өңірі, Ыстықкөл маңайы, Шығыс Түркістан, Қытай болып тармақталған. Бұл бізде ақиқат, яғни Ұлы Жібек жолының жолдары осы мемлекеттер арқылы өткен екен. Төртінші, Ұлы Жібек жолы 2016 жылы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Бұл бізде жалған. Бесінші, Ұлы Жібек жолының қашықтығы 12 шақырымды құрайды. Бұл бізде ақиқат. Алтыншы, 7-ші ғасырда Қытай жол көрсеткіш кітапшасында Ақ өзендегі қала Сауран көрсетілген. Бұл бізде жалған. Міне оқушылар, 2-ші тапсырма бойынша біз ақиқат немесе жалған екенін талдадық. Үшінші сұрақ, 3-ші тапсырма. Ұлы Жібек жолы орта ғасырлы мемлекеттердің мәдениет, шаруашылық, сауда қатынастарға тигізген факторларды анықтауымыз керек. Бұл жерде бірінші мәдениетке тоқталатын болсақ, шығыс пен батыс мәдениетінің арасында байланысты орнатты. Білесіздер, Ұлы Жібек жолы шығыстан бастау алып, батыстан аяқталған. Сол аралықтағы мемлекеттердің мәдениеттерінің арасында байланысты орнатты. Екінші, сәулет өнері дамыды. Келесі, сауда. Отырар, Сауран қалаларынан қазба жұмыстары кезінде мыс теңгелер табылды. Ірі сауда орталықтары ашылып, әртүрлі тауарлар тасымалданды. Үшінші, шаруашылық. Бұл жерде азық-түлік және көлік малын қамтамасыз етті. Сонымен қатар жылқы саудасы жақсы дамыды. Төртінші тапсырма, бізде Ұлы Жібек жолының халықаралық қарым-қатынасты дамытуды тарихи маңызын сипаттауымыз керек. Бұл жерге жауап ретінде халықтар мен мәдениеттерді жақындастырып, өзара байытуында болды. Ұлы Жібек жолының ерекше маңызы болды. Ұлы Жібек жолы тек тұтыну тауарларын ғана жеткізіп қойған жоқ, сонымен қатар ол рухани мәдениеттің тірегіне айналды. Ол әсіресе музыка, би өнерінде ерекше байқалады.
Ұлы жібек жолының ең ұзақ бөлігі Орта Азия мен Қазақстан территориясы арқылы өтті. Ұлы жібек жолы дүниежүзілік өркениет тарихының басты жетістіктерінің бірі. Ұлы жібек жолы батыс пен шығысты байланыстырған жол. Міне оқушылар, 4-ші тапсырма бойынша ұлы жібек жолының халықаралық қарым-қатынастағы тарихи маңызын осылай сипаттап жазсаңыздар болады. Сонымен қатар тағы да ақпараттарды кірістіріп жазсаңыздар болады. Енді 5-ші тапсырма. Берілген тапсырмада хронологияға қарай дамыған орта ғасырлық мемлекеттерді анықтаңыз және ыдырауына негіз болған ортақ себептерін жазыңыз дейді. Бұл жерде мемлекеттер берілген, соның хронологиялық кезеңдері, сонымен қатар барлық себебі жазылды. 942-1212 жылдары Қарахан мемлекеті өмір сүрді. 11-13 ғасырлардың басында Қыпшақ хандығы құрылды, өмір сүрді. 1128-1212 жылы Қарақытай мемлекеті болды. 12-13 ғасырлардың басында Найман керейіттер, жалайырлар мемлекеті болды. Бұлардың бар ортақ себептері 10 және 13 ғасырдың басында Қазақстан аумағында өмір сүрген мемлекеттер осы аталған Қарахан, Қыпшақ, Қарақытай, Найман керейіттер, жалайырлар мемлекеті осы ғасырларда өмір сүрген Қазақстандағы мемлекеттер. Міне оқушылар, бізге берілген тжб тапсырмаларын талдадық.